Мені қатты айыптамаңыздар. Бұл сәуір айында болды. Құрбым әдеттегі демалыс күні мені кафеге шақырды. Әдеттегідей өсек айттық. Жігітім әскерге кеткеніне 10 ай болды. Әскерге кетпес бұрын жігітім алам деп мені итеріп қатынаста боп жүрген едік. Міне жатпағанға 10 ай бопты, шыдай алмай, қалай жынды болғанымды білсеңіздер ғой. Әсіресе сыра ішсем өз-өзіме сыймай кетем. Шынымды айтсам, жігітпен жатудан өсектен қорықтым. Сөйтіп кешкісін құрбым екеуміз сыралатып отырғанда жігітімнің досы келді. Ол менің құрбымның артынан жүгіріп көптен қырындап жүрген. Ол өзі мас болып, құрбым екеуі ұрыс шығарып. Құрбым шыдай алмай оны боқтап үйіне кетті. Жігітімнің досы тағы біреумен төбелеспесін деп, оны ертіп үйіне апармақ болдым. Үйіне келсек, ешкім жоқ екен. Шамасы бір жаққа кеткен. Мен үйге кіруге қорықпадым, өйткені біз бір-бірімізді бұрыннан танитынбыз. Ол менің жігітімнің досы. Оны төсекке жатқыздым, үстін көрпемен жаптым. Ол маған тоңазытқыштан сыра әкеп берші деді. Мен бөлмеден ас үйдегі тоңазытқыштан айтқан сырасын алып қайтып келсем, ол жарықты өшіріп қойған. Мен таң қалдым. Қайдасың деп сыра ұсына бергенде, көрпені көтере қолын созғанда, көрпенің астында мүлдем киімсіз жатыр екен. Мен тіпті шок болдым. Мен үнсіз қалдым, ойларым жүгіріп біраз жерге барып келді. Есімді жиып, мынауың не деп сұрадым. Жауап ретінде ол жай ғана белімнен ұстап өзіне қарай тартты. Мен сытылып кетуге тырыстым, бірақ ол әлде қайда күшті болды. Мен өзімде де оған онша қарсылық танытпадым. Тек бостандыққа шығуға тырысқан сияқты болдым, өйткені өзімде 10 айдан бері шөлдеп жүргем. Ол болса бас салды, киімді көтеріп алмаларыма қол салды. Мен тек қуасың ба деп қайталай бердім. Оның күшті қолдарын кеудемдегі алмамды ұстағанда керемет сезіну болды. Алмамды аз ғана сипап, қолы төмен жылжыды, бірақ мен оның қолын итеріп жіберіп, сен не істеп жатырсың деп наразылық білдірдім. Сен мені досыңның қызы екенімді ұмыттың ба? Бұл дұрыс емес деп айқайладым. Бірақ тәнім көбірек қиылын қалап тұрды. Ол жай ғана жымиып қойып тоқтамай әрі қарай жалғастыра берді. Ол маған бәрібір деді қарлығып. Мен сенің не қалайтыныңды білемін деді. Мен оған қуасың ба сен деп қайталай бердім. Оған қойшы деп айтқаным болмаса, бұлай қарсылық көрсетіп жатқаным жоқ. Кеудедегі алмасын сипап, ұшын ауырта тістеп ұзақ отырды. Ыңырана дыбыс шығарып, өзімді әрең тежедім. Кенет мені шалқайта жатқыза бере, басы екі әрпіме жетіп, ыстық демін астымен сездім. Мен керек емес. Маған олай ұнамайды деп күбірледім. Бірақ ол тыңдамады, астымды бұрын көрмеген нәрсеме. Қатты қытығым келді, бірақ керемет болды. Оның тілі астымды шылқыта жалап, саусағы шебер қимылдағаны сонша, мен 1-2 минут ішінде ғарышқа самғап ұшып кеттім. Төсекте құрық тимеген асау байталдай ышқына жиырылып, созылып жатқан сәттен айыға алмай, дел сал сезімде жатқанда, сайманын шылқыған екі әрпіме сүңгіте жіберді. Мен айқайлай жаздап тістендім. Ол менің төңкерілген алма ұшын ауырта тістеп жібермей тұрып ұрғылай бастады. Астым шылқып бұлш етіп соққан сайын шапалақ соққандай дауыс, ыңқылдаған тәтті үнім біраз жерге жеткен болуы керек. Бұл керемет болды. Сұмдық құмарлық ләззатын әр жасушаммен сезіндім. 2 айдан кейін жігітім де келді.